Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қарыннан өте дәмді рулет дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен қарынымызды жақсылап жуып тазартып аламыз. Одан бөлек бізге 2 сәбіз қажет болады. Сәбізімізді де ашып, жуып тазартып аламыз. Және де дәл осы видеодағыдай тураймыз. Сәбізден басқа біз рулетке шпинат және де сиыр етін пайдаланатын боламыз. Етті осылай жұқалап турап аламыз. Қарынды сыртына қаратып, бірінші етімізді салып шығамыз. Оны жақсылап осылай тұздап аламыз. Қара бұрыш себеміз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Чеснок, басқа да приправалар пайдалансаңыздар болады. Үстінен осылай шпинатты қойып шығамыз, және де сәбізімізді осылай салып шығамыз. Әдемілеп, нығыздап осылай ораймыз. Ораған соң осылай жіппен байлап, екі шетін инемен тігіп алдым. Себебі қарынға шпажка кірмейді. Осылай 2,5 сағат баяу отта пісіріп аламыз. Мен жанына басқа ет, картошка, сәбіз қостым. Піскен соң, салқындаған соң, осылай әдемілеп турап аламыз. Алдын ала жасап, қазы қартаның жанына холодный закуска ретінде пайдаланатын болсаңыздар, міндетті түрде пищевая пленкаға орап салыңыздар. Әйтпесе қарын деген кеуіп кетеді. Өте дәмді, дайындап көруге кеңес беремін. Бұны ыстық күйінде еттің нанның бетіне салып жесеңіздер өте дәмді болады. Бұдан басқа менің арнамда дәмді неше түрлі рулеттің рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда сіздерге алда шығатын рецептерден хабарлама келіп тұратын болады. Сау болыңыздар.